Көкшетауға қарай жолға шықтық. Қараңыздар, аспан сондай әдемі, табиғат керемет, жазық дала. Міне бізге Ақжол. Достар, Көкшетауда біз осындай үйден пәтер жалдап жатырмыз. Бір түнге 10 000 теңге. Қазір көрсететін болам ішін. Ескі үй. Ішінің ремонты бәрі ескі. Міне екінші этаж. Осы пәтер. 15-ші пәтер. Мына жерде одан бөлек 3 квартира бар, общий 4-еу. Қазір кілт келсе, әкесі ашады. Енді мынандай вишенка. Мына жердің бәрі бос. Мынау ескі. Қазір мынандай туалеті ескі, ваннасы. Аристон. Мына жақ кухнясы, мына жақ зал. Диван. Мына диван ашылады деді. Мына жерде 2 адам жататын диван. Заттарымызды қояқ. Мына типі шифонер. Телевизор бар, терезе. Мына жақта тамақ ішетін стол, шайник бәрі бар, холодильник, микроволновкасы, газы. В общем, бәрі бар. Простой енді 10 000 теңге бағасы тұрады. Достар, біз үйден киініп, заттарымызды реттестіріп, квартирадан шығып, кафеге баратырмыз. Мына жерде алдымызда, Тойотада біздің таныс ағамыз. Осы Көкшетауда тұрады. Сол кісімен бірге кафеге барайын деп жатырмыз. Бұйырса. Алдар көсе деген кафеге. Мінекей, біз келдік, мына жерінде балалар ойнайтын жер бар екен. Мына кафенің Алдар көсе деп аталады. Киіз үйі бар екен. Әдемі, мынандай таулы жерде орналасқан. Мына жақта парковкасы. Мінекей, осындай жерге келіп қалдық. Біздің Көктөбе сияқты ғой типа. Мына жақтан көрінеді. Үйір. Біз қазір кафедеміз. Мынаның іші қазақша екен. Өте әдемі. Қазір бұйырса сіздерге көрсететін боламын. Біздің салатымыз келді. Жас қыз алмаған не істейді ғой? Нанымыз келді. Ыстық екен. 85-ші нормальный қыз жоқ деді. Салат келді. Я үйленгісі зато Турцияға барады, Дубайға барады. Видео түсіріп алсын, контентін. Үйде тамақ дайын болады, береді. Тоқтаңдар деген не болады. Мына қараңыздар, біздің шашлығымыз келді. Мынандай ассорти. Мен Алматыға келдім. Жасұланатына барайық деп. Яғынан ана мысықты жеп көріп, оңа мысық жоқ. Сізге ас болсын. Кафенің кіреберісі осындай. Ішінде әдемі қазақша суреттер бар екен. Осындай жалюзна дейін оюланған қазақша. Кіреберісі. Мына жақта тағы бір картинка бар. Мына жерде баспалдақ бар, 2-ші қабатқа қарай көтерілетін. Байқа. Алдар көсе деген кафе. Осындай әдемі картинка бар мына жерде. Шаңырақ бар. Мына жерде
қымыз, арқар, түйе, тау, шаңырақ, жылқының үстінде жігіт, мынау жылқы, домбыра, мәссаған қыран бүркіт бәрін салыпты бір неге. Біздің оюымыз өте әдемі. Қолөнер ме екен? Жоқ, мынау шығарылған сурет екен. Ал достар, екінші қабатын сіздерге көрсетейін. Баспалдағы өте әдемі екен. Бір жаққа қарай қисайып жасалған. Мінекей, мына жерден басталады екен. Іші шағын, екінші қабаты. Мына жерде осындай кілемше бар екен, екі жағында қазақша. Баспалдақпен түсіп келе жатқан кезде мына жақта екі әжетхана бар екен. Достар, осындай жолмен біз Көкшетаудың башнясын көруге келе жатырмыз. Және мына жақтан Көкшетау әдемі көрінеді екен. Алматының Көктөбесі сияқты. Қазір сіздермен бөлісетін боламын. Ал достар, біз келдік мына жерге. Көкшетау деген әдемі жазумен. Осындай терраса сияқты жер бар. Мынау Копа деген өзен. Сондай үлкен екен. Көктөбеден қараған сияқты. Мына жақтан Көкшетау көрінеді. Қандай әдемі, е? Қараңыздар. Светтер жарқырап тұр. Біз баспалдақпен мініп келдік. Ар жақтан бері қарай. Осындай әдемі жер. Мінекей, мына баспалдақтан қайтадан түсіп бара жатырмыз. Қазір Копа өзенінің, Копа көлінің жағалауына барамыз. Бұл жер өте әдемі екен, маған ұнады. Көктөбеден қараған сияқты боласың. Светтер жанып тұр. Қалаға қарай көрініс. Біз мінекей қайыққа міндік. Жабылайын деп жатыр екен. Түнгі қайық. Көкшетауды аралаймыз қазір осымен. Достар, біз қайыққа міндік. Мынандай жилетка берді бәрімізге. Қараңыздар. Ал біз жүріп жатырмыз. Әкесі қара. Түнгі сағат 11. Біздің жүрісіміз мынау. Таға. Сәлем. Қайрат аға ұлымен, қызымен, жұбайымен, апа бәріміз жүрміз міне. Қайырлы таң достар. Бүгін Көкшетаудағы екінші күн. Бір торговый центрға келдік, Рио деген. Қазір ішін аралап көретін боламыз. Базардан бір-екі заттар аламыз осы жақта. Осындай. Достар, қараңыздар, өте әдемі екен. Қараңыздар. Әдемі жасап қойыпты. Ар жақта мешіт бар. Терезеден мешіт көрінеді. Осындай үлкен торговый центр Рио деген. Екінші этажында жүрміз. Фудкорт. Балалар ойнайтын жер бар екен. Мына жерде де бар екен, қараңыздар. Күшті
салбырап тұр мына жерде. Люстра сияқты, бірақ декор ғой, жанбайды. Күшті, иә? Өте әдемі. Мына жерде кинотеатр бар екен. Міне мына жерде телевизор бар екен. Мынау Рио деген магазиннің ішінде Смол бар екен, Марвин бар екен, Сенсай магазині бар екен. Әлі біз толық аралап үлгерген жоқпыз. Күшті да, Легодан. Мынау да Легодан, глобус. Баламыз ұзын бұл. Марғұлан жасапты наны. Нан жасадың ба сен, Марғұлан, биікті? Ұзын жасадың ба? Иә. Молодец. Мен салаты жасаған жоқпын. Иә. Неге іші осындай үлкен екен. Рио парк дейді. Мен өзіме үйге магнитик алайын дегенмін ғой, Көкшетау деген. Мына базардан іздеп, әрқайсысынан сұрап, таппай жүрмін да. Қазір бара жатырмын. Мына жұмбақтас дегеннің ішінде бар дейді, сувенир. Сувенир, магнитик, соған бара жатырмын. Біз Марконтайға осындай ойыншық алып бердік, Тайо деген, көріп жүрген мультигін. 4 түрлі автобус. Достар, біз Көкшетаудағы ең үлкен Смолға келдік. Мына қарасаңдар, Алматыда жоқ мынандай, Көкшетауда бар екен. Марғұлан, кәне қараш? Күшті ма? Иә. Ерекше екен, иә? Мына жаққа продуктын саласың. Мына жағында балаң отырады. Рахат екен. Мәші, әжептеуір үлкен. Достар, Көкшетаудағы супермаркетте жүрміз. Бұл жақта осындай гармол завод деген осындай не шығады екен. Мороженыйлар. Біз өткенде кеше Бурабайда жүрген кезде мен қауын дәмімен жегемін. Салып берген өздері мынандай вафлиға. Ұлым клубничный жеген. Мынандай дайын түрлері де бар екен. Еще мынаяқта үлкендері де бар екен. Мынандай шелекпен де сатады екен. Вафлиларын да сатады екен. Қалай, бәрі бар. Ал біз Көкшетаудан шығып бара жатырмыз. Ауа райы бұлтты. Бағана обедке дейін бір рет жаңбыр жауған. Одан кейін күн ысып кеттік енді. Қазір сағат 2 түскі. Аспан осылай бұлтты. Ал жаңбыр құйып жатыр. Жаным сол, не жеп жатсың, Марғұлан? Пончик жеп жатыр Марғұлан. Еще аузы сүртіп қояды влажнеге. Салфеткіге. Ас болсын, балам. Ас болсын, Марғұлан. Жаңбырдың қаттылығы сонша, мұның тазалап үлгермей жатыр. Мына дауысты қараңдар. Ұшақ сияқты тұрады. Достар, бағанағы жаңбыр ойнамай қалды. Мынау вообще қатты кетіп жатыр. Жол көрінбейді. Жаза болды. Қазір біз мостоның астында тоқтаймыз. Жаңбыр басылғанша. Ал достар, бұршақ жауып кетті ғой. Соған байланысты мынандай мосттың астында тұрмыз. Газелдің артына келіп тоқтадық.
Сөйтсек, мына жерде тағы бір машина, ар жағында тағы біреу, оның алдында тағы да екеу тұр. Көпсі тұр мына жерде. Сол оңай болмай жатыр машина айдау. Біз обед ішіп отырмыз. Смолдан мант алғанбыз. Терезені көбірек ашайын. Әжесі салат алған, әкесі салат алған. Benzin dışarısının üstüne koy. Беті кеуіп кеткен. Бет жағын жей алмайсың. Фура дегендерің зырылдап өтіп жатыр ғой, КамАЗ дегендер. Бұршақ біткен сияқты, я? Бірақ жаңбыр әлі құйып тұр. Біз обед ішіп болып, бұйырса жүреміз қайтадан. Ұстама мен ұстама. Қолым бұлғанмады. Айтпақшы, мына Данон деген йогурттың, йогурт па мына өзі? Иә. Гранатовый түрі өте тәтті екен, дәмі жақсы екен. Бізге ұнады. Банановый ұнаған жоқ. Марғұлан. Міне, машинасы. Тайо деген алып бердік, иә? Төртеу бар, иә, сенде еще. Жүрдің ба мақта? Жоқ, алға қарай жылжып жатқан ғой. Терезені жоқ. Болды енді балам, менің қолым май, иә? Менің қолым май. На, ойнай ғой. Достар, біз бір ауылдан тоқтадық, шамалы. Бой жазайық деп. Мына қарасаңдар, мына жақтарда жаңбыр жауып жатыр. Ана жерде жауып жатыр жаңбыр, міне. Міне, көрініп тұр ма? Жаңбыр жауып жатыр. Сол бой жазып, жақ аспан әдемі болып тұр. Ben maşının avam. Біз машинаны жолдың жиегіне қойып, мына жерге пикник жасайын деп жатырмыз. Көлдің жағасында. Әдемі табиғатта. Достар, шағаланы қараңдар. Нан лақтырып едік, жеп жатыр. Кеше балымыздар жеп етті. Иә. Анау келатыр, екіншісі келатыр. Көріп келатыр. Олардың көздері қатты көреді айтпақ. Анадан бірі сола көтерсе. Марқұлан, қарасана хан. Қызығана, қысып қарасана. Ана келатыр, алат та бір Ана қара, кел деп жатыр, біреуге шақырып жатыр. Шақырып отыр ғой, біреулер. Келсейші, сенікі де бар ғой мына жерде. Жоқ, ана екі нан бар ғой мына жерде. Көріп тұр ма? Қорқып тұр ма? Қарындары ашау деймін. Достар, дәл осы кезде мен күйеуімнен рөлді сұраған болатынмын. Шамалы мен айдап көрейінші деп сөйтсем, трасс жолда 80 мен айдаудың өзі қандай қиын. 80-90 болып отырдым. 100-ге кетіп қалсам күйеуім асырма жылдамдықты деп қояды. Скоростьқа қарайын ба, рөлімді түзеулейін ба, өзім білмей қалдым. Өзім жолдың жиегінде келе жатырмын. Ана сары линияны басып кетіп жатырмын қайта. Трассада машина айдайтын, жол жүретін еркектерге молодец. Бас идім, оңай емес екен трассада. Мына жерде мен деген 5 минуттай айдадым ба, айдамадым ба, қорқынышты екен кәдімгідей ма, мен түрімді қарасаңдар қорқып отырмын ғой. Осымен достар, Көкшетаудан шығып Астанаға бардық. Астанада 2 күн болдық. Астанадан тағы да видеолар салатын боламын, күтіңіздер. Всем пока.